Сәлем достар! Қазіргі таңда көптеген жануарлардың ішінен таңғаларлық заттар көп шығып жатыр. Біз бүгін сіздерге адамды таңғалдырған жануарлардың ішіндегі заттарды көрсететін боламыз. Видеомызды бастамас бұрын дәл қазір лайк басып, арнамызға тіркеліп қойыңыз. Өйткені осы видео сіздерге ұнайтынына толық сенімдімін. Бұл жыланның ішінен медициналық қайшы табылды. Ол қайшы бұл жыланның ішінен неге тұрғаны әлі анықталған жоқ. Әйтеуір, жыланды рентгенге түсірген кезде ұзын қайшы көрінді. Бірақ осы жыланға бола 3 отаны 4 сағат бойы жүргізді. Әрине, бұл ақылға қонымсыз нәрсе. Ал бұл иттің ішінен шұлық шықты. Бір ғана жай шұлық емес, 42 шұлық шыққан екен. Бұған дәрігерлердің өзі аң-таң болып қалды. Бірақ дәрігерлер барлық шұлықты шығарып, итті аман қалдырды. Жалпы өзіңіз қолтыраумен жылан жекпе-жекке шықса кім ұтады деп ойлайсыз? Комментарияға жаза кетіңіз. Бірақ мына видеода жылан қолтырауынды кәдімгідей жұта салды. Бұл жыланға қолтырауынды жұту үшін 5 сағат қажет болды. Ал сосын мамандар жыланды өлтіріп тастады. Ал келесі тағы да жылан. Бірақ бұл жыланның ішінен қайшы емес, қалың көрпе табылды. Жыланның иесі өз жыланының дәу болып кеткенін байқап, мал дәрігеріне алып барады. Ал мал дәрігері жыланның ішінен қалың көрпені алып шықты. Акула ішінен табылған акула. Бұл сөз біртүрлі естілген шығар. Бірақ мұна акула өзі секілді бір акуланы жей бастады. Бірақ оның асқазанына ары қарай бармай өзі де өліп қалды. Жылан ішінен табылған піл. Сіз дұрыс естідіңіз. Өйткені жыландардың кез келген нәрсені жұта алатын қабілеті бар. Бірақ мына жылан үлкен пілді тығыздап тұрып жұтып алды. Ал қазір ол жылан зерттеліп жатыр. Ал келесі тасбақаның ішінен табылған ақшалары. Кейбір жерлерде ақшаны көлге шашу деген мейрам бар. Сол мейрам орындалып жатқанда мына тасбақа сол ақшалардың барлығын жұта берген. Бірақ мал дәрігерлері сол ақшалардың барлығын тасбақаның ішінен алып, қайтадан көлге шашты. Көбіне бұқалар қоқыстан тамақтанғанды ұнатады. Алайда мына бұқаның ішінен 80 келі пластика шықты. Достар, сіздерге үлкен рахмет. Өйткені біз 5000 болдық. Ендеше сіздерді осы видеолардың ішінен қайсысы таң қалдырды? Өз пікірлеріңізді астыға жаза кетіңіздер. Және лайк басып, арнамызға тіркеліп, қоңыраушаны басып қойсаңыздар, біздің қызықты видеоларымызды ешқашан жіберіп алмайтын боласыздар. Ендеше сіздермен бірге болған мен Райымқұл Абдулнұрхамит. Қызықты мәліметтер арнасы, сау болыңыздар.